Баршаңызға сәлем достар. Түс шору каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі шығарылым әйел адам түсінде жылан көрсе деп аталады. Каналымызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Ал ендеше бастайық. Егер бойдақ қыз түсінде жыланды өлтіргенін көрсе, басындағы қиыншылықтан құтылатындығын білдіреді. Егер бойдақ қыз түсінде бір жыланмен жүргенін көрсе, бірақ ол жыланнан қорықпаса, ол қыздың зиян тигізетін бір жаман адаммен дос болып жүргендігін білдіреді. Бойдақ қыз түсінде жасыл жыланды көрсе, жақсы жігітке тұрмысқа шығатындығын білдіреді. Тұрмыстағы әйел түсінде ақ жылан көретін болса, ауруына ем табатындығын білдіреді. Ал егер де тұрмыстағы әйел жасыл жылан көретін болса, балалы болатындығын білдіреді. Тұрмыстағы әйел түсінде үйінде қара жылан жүргенін көрсе, ол әйелдің үйіне бір жаман адамның келіп жүргендігін білдіреді. Бірақ егер де сол жыланды өлтірсе, барлық қиыншылықтан құтылатындығын белгісі. Егер де тұрмыстағы әйел түсінде күйеуін жыланнан қорғап қалғанын көрсе, күйеуіне бір қиыншылықтан құтылуына көмектескенін білдіреді. Жүкті әйел түсінде жасыл жылан көретін болса, ұлды болатындығын білдіреді. Ажырасқан әйел түсінде жыланды өлтіріп жатқанын көрсе, басындағы қиыншылықтардан құтылатындығын білдіреді. Ажырасқан әйел түсінде жыланды турап жатқандығын көрсе, ол әйелдің бақытты болатындығын білдіреді. Достар, егер де видеомыз ұнаса, лайк басып комментарий жазуға ұмытпаңыз. Сондай-ақ келесі видеоларымызды өткізіп алмас үшін каналға тіркеліп қоңырауды басуды ұмытпаңыздар.